Сәлем достар, бүгін сіздерге шоколадты құлпынайдың рецептін көрсетемін. Ең сәтті болып шығатын осы менің рецептім. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен біз құлпынайды жақсылап жуып, кептіріп аламыз. Яғни құрғатып аламыз. Салфанға, қағаз сүлгіге қойып, жақсылап суын тартылғанша сұратып аламыз. Ендігі кезекте құлпынайымыз кепкенше біз кішкене ғана сары май және Қазақстан шоколадын мен ертіп микроволновкада ертіп аламын. Водяной баняда ертсеңіздер де болады. Міне біздің шоколадымыз еріді, құлпынайымызда суынан сырғып тартылды. Енді оны біз әр құлпынайды шоколадқа батырып шығамыз. Біз бірінші құлпынайымызды дайындап аламыз. Ол үшін ағаш таяқшаға құлпынайдың басын осылай жапырақтарын бір-біріне қаттап жинап, сосын ағаш таяқшаны құлпынайдың ішіне кіргізіп, сосын шоколадқа батырып шығамыз. Өйткені біздің ағаш таяқшаны кіргізген кезде біздің ұстауымызға ыңғайлы болады. Сосын шоколадқа батырған құлпынайды бөлек противеньге пергамент қағазын төсеп, барлығын сол жерге қойып шығамыз. Міне достар, біздің шоколадты құлпынайымыз дайын. Енді оның бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша семдесеңіздер болады. Мен кокос стружканы сеуіп қойдым. Сосын тоңазытқышта 3-4 сағатқа қалдырып, шоколадымыз кепкенше, қатқанша қалдыратын боламыз. Міне достар, біздің шоколадты құлпынайымыз дайын. Шоколадымыз біздің қатты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ешқандай біздің шоколадымыз сынып, ондай болып кетпейді. Құлпынайымызға шоколадымыз ішіне сіңіп, әдемі болып шығады. Достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, пікірлеріңізді комментарийға қалдырып қойыңыздар.